Саламатсыздар ма? Мен Тұрғанбек Қуаныш, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті жалпы медицина факультеті 1-ші курс студенті боламын. Бүгінгі қарастыратынымыз кеуде бұлшық еттері. Бұлшық еттерді қарастырмас бұрын біз біріншіден кеуде аймақтарын қарастыруымыз керек. Кеуде аумағы регионис пекторалис деп аталады. Кішілеу келген бірнеше аймақтардан құралады. Бірінші аймағы регио пекторалис, кеуде аймағы, немесе оны емшектік аймақ, регио маммария деп атаймыз. Одан кейінгі төстік аймағы, регио стерналис деп аталады. Үшінші қолтықтық аймақ, регио аксилярис деп аталады. Төртінші төменгі кеуделік аймақ, регио инфрапекторали, немесе регио инфрамаммария деп аталады. Жалпы бұл аумақтың практикалық мәні патологиялық жағдайларда жаралардың немесе ісіктердің топографиялық орналасу орнын анықтау үшін осындай біз аймақтарға бөлетін боламыз. Жалпы енді кеуде бұлшық еттеріне келетін болсақ, бұлшық еттер бетке орналасқан және де тереңде орналасқан бұлшық еттерге бөлінеді. Бірінші бетке орналасқан бұлшық еттерді қарастырамыз. Бетке орналасқан бұлшық еттерге негізінен 4 бұлшық ет жатады. Бірінші бұлшық еті үлкен кеуде бұлшық еті, мускулус пекторалис майор деп аталады. Бұл бұлшық ет жұп бұлшық ет болып табылады. Кеуде торының алдыңғы қапталында жоғарырақ және бетке орналасқан бұлшық ет болып саналады. Бұл бұлшық еттің жоғарғы жиегі дельта тәрізді. Мына жерде дельта тәрізді қолдың бұлшық еті бар. Дәл осы жерде, осы дельта тәрізді бұлшық етпен байланысып, сулькус дельта пекторалис. Дельта кеуде бұлшық етінің жүлгесін түзетін болып саналады. Және мына бұғана сүйегімен беттескен жерінде бұғана астылық ойыс фосса инфраклавикулярис болады. Оны мына суреттен анық көруімізге болады. Және де бұлшық еттің басталу нүктелеріне келетін болсақ, бірінші басталу нүктесі бұл бұғаналық бөлігі парс клавикулярис деп аталады. Ол бұғана сүйегінің төстік шетінен экстремитас стерналистен бастау алатын болып саналады. Құрсақтық бөлігі деп аталады парс абдоминалис. Бұл құрсақтың тік бұлшық етінің қынабынан бастау алады. Сосын қолтық шұңқырының алдыңғы қабырғасын құрайтын болып саналады. Содан кейін мына үш бұлшық ет, яғни бұғанадан басталатын, төстен басталатын және құрсақтан басталатын бұлшық ет талшықтары бірігеді, жинақталады және де латеральды бағытта өтіп, тоқпан жіліктің үлкен төмпешігінің қырқасы криста туберкули майориске барып бекетін болып саналады. Жалпы бұл бұлшық еттің қызметі иықты медиалды қапталына қарай тарту және де бұру қызметін атқарады ішке қарай, және де қолды тіреп ұстап тұрған жағдайда кеуде қабырғалық бөлігінің жиырылу нәтижесінде кеуде қуысын кеңейтіп, терең демалуға қатысатын болып табылады. Келесі бұлшық ет кіші кеуде бұлшық еті мускулус пекторалис минор деп аталады. Ол үлкен кеуделік бұлшық еттің ішкі қапталында орналасатын болып табылады. Сыртқы пішіні үш бұрыш тәріздес жұқалау болып орналасқан бұлшық ет болып саналады. Бұл бұлшық ет екінші, бесінші қабырғалардың шеміршектік бөлігі мен сүйектік бөлігінің бір-бірімен қосылған жерінен бастау алатын болып саналады. Және де жоғарғы латеральды бағытта өтіп, жауырын сүйегінің құстұмсық өсіндісі процессус каракоидусқа барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі жауырынды алға және төмен тарту қызметін атқарады. Сонымен қатар иық белдеу сүйектерін бекем ұстап тұрған жағдайда жаңағы екінші, бесінші қабырғаларды көтеріп, терең демалуға қатысатын болып саналады. Келесі бұлшық ет бұғана асты бұлшық еті.
мускулюс субклавикулярис деп аталады. Ол бұғана сүйегінің астында параллель орналасқан бұлшықет болып табылады. Басталу нүктесі бұл бірінші қабырғаның сүйектік бөлігі мен шеміршектік бөлігінің түйіскен жерінен бастау алатын болып саналады. Горизонтальды бағытта өтіп, бұғана сүйегінің акромиальды өсіндісі процессус акромиалиске барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі бұғана сүйегін төмен медиальды бағытта ығыстыру қызметін атқарады. Сонымен қатар иық белдеуі сүйектерін бекемдеп ұстаған жағдайда бірінші қабырғаны көтеріп, терең демалуға қатысады. Келесі бұлшықет бұл тісшеленген алдыңғы бұлшықет мускулюс серратус антериор деп аталады. Бұл бұлшықет сыртқы пішіні жалпақтау келген қолтық қуысының медиальды қабырғасында орналасатын бұлшықет болып саналады. Бұлшықет тісшеленіп 8-9 қабырғаның сіңірлік доғасынан бастау алады және де қабырғалардың сыртқы бетін жауып, жауырын сүйегінің медиальды қырына барып бекетін болып саналады. Жиырылған кезде жауырынды сыртқа және алға қарай тартып, қолды горизонтальды жазықтықтан жоғары қарай тарту қызметін атқарады. Және де кеуде қуысын кеңейтіп, терең демалу қызметінде осы бұлшықет атқарады.